бірі 13-15 ғасырларда салтанат құрған Қазақ хандығының астанасы болған хан ордалы Сарайшық қаласы. Биыл осы Сарайшық музейіне республикалық мәртебе берілді. Алғашқы қазба жұмыстар кезінде бүгін орта ғасырларда пайдаланылған тас диірмен табылды. Бұл қол диірмен емес, аттың қозғалтуымен, су болмаса жердің көмегімен жұмыс істеген дейді мамандар. Сонымен қатар Өзбек ханның дәуіріндегі металл ақшалар, тұрғындар пайдаланылған қыш ыдыстар да табылып жатыр. Диаметрі 94 сантиметр, қалыңдығы 10 сантиметрдей болады. Оның енді өңделуіне қарағанда ертерек орта ғасырларға да барып қалады ма деп ойлап отырмыз. Ерекшелігінде оның ішінде анау тісеу деп аталатыны, ол қаздың табаны секілді етіп сызылған, үш жаққа қарап тұр. Бұрынғы кездегі қазбаларда бұл тек қол диірмендер табылып жүрсе, бұл тас диірмен бірінші алғаш табылып тұрған.